Қармақшы ауданында ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамы кең ауқымда аталып өтті. Тоқшылық пен татулықтың, табиғаттың жаңаруы мен тіршіліктің қайта тілеуін бейнелейтін бұл мейрамға орай ұйымдастырылған салтанатты шара орталық алаңда өтті. Мерекелік жиынға облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев арнайы қатысып, аудан халқымен бірге Наурыздың ұлттық болмысын сезініп, игі дәстүрлер мен тарихи құндылықтарды ұлықтады. Аймақ басшысымен бірге салтанатты шараға Қазақстан Республикасы парламенті сенаты мен мәжілістің депутаттары Руслан Рүстемов, Мұрат Абенов, Мархабат Жайымбетов, Мұрат Ергешбаев, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Алмаз Алматов, зиялы қауым өкілдері мен ел ағалары да келіп, аудан тұрғындарын Наурыз мейрамымен құттықтады. Мерекелік іс-шара ұлттық салт дәстүрімізбен мәдени құндылықтарымызды кеңінен дәріптеген мазмұнды бағдарламамен басталды. Театрландырылған көріністер арқылы ата-бабалардан жеткен тағылымды салттар, қыз ұзату, бесікке салу, тұсаукесер рәсімі сахналанды. Орталық алаңда тігілген ақшаңқан киіз үйлер халқымыздың ұлттық нақыштағы тұрмыс тіршілігін көрсетсе, қолөнер бұйымдары мен тарихи жәдігерлерден жасақталған көрмелер көпшілікке ұсынылды. Аймақ басшысы Нұрлыбек Нәлібаев киіз үйлерді аралап, ұлттық қолөнермен танысты. Сондай-ақ ел болашағының жарқын болуына тілек білдіріп, жеке кәсіпкер Нұрсұлтан Алтынбековтың егіз ұлдарының тұсауын кесіп, батасын берді. Бұл сәт қазақ халқының ұрпақ тәрбиесіне деген ерекше құрметінің жарқын көрінісі болды. Ұлыстың ұлы күні бүгін екі батырымыздың тұсауын кесті. Облыс әкімі Нұрлыбек мырза үлкен рахмет. Сол кісідей туыстайтын үлкен азамат болсын. Сол кісінің жолдарын қусын, Алла қаласа. Рахмет үлкен әкімдерімізге, барлық халыққа рахмет. Мереке аясында спорттық жарыстар мен ұлттық ойындар да кең көлемде ұйымдастырылды. Қазақ күресі бойынша сайыстар өткізіліп, 80 келілік қойды көтеру секілді дәстүрлі жарыстар жұртшылықтың қызығушылығын тудырды. Қазақ күресінен 2022 жылғы Қазақстан барысы атағын жеңіп алған Мақсат Исағабылов та көпшілікпен бірге мерекені атап өтіп, ақжарма тілегін арнады. Бүгін мінекей аудан орталығында барлық осы аудан халқымен бірге күннің сәл салқын болса да мінекей барлығы толық жиналып, халық мәз майрам болып, мінекей халықтың өзі бір қуанып, бір марқайып қалып жатыр. Бұның өзі осы аудан басшылықтарының, аудан қызметкерлерінің жоғарғы жұмыс көрсеткіші деп ойлаймын. Мінекей керемет халықтың барлығы риза болып, мінекей ұлыстың ұлы күнін барлығымыз бірге тойлап жатыр. Айтыс өнерінің дүлдүлдері қыз бен жігіт айтысы арқылы жұртшылыққа рухани ләззат сыйлады. Белгілі айтыскер ақын Серік Ыдырысов елге ізгі тілегін жеткізіп, ақ батасын берді. Армысыздар, қадірменді қымбатты жерлестерім, бүгінгі жұма қабыл болсын. Мінеке қасиетті Марал бабам, Қорт бабам, Ерсетмебет әулие бабам жатқан жер, жүз шайырдың отаны, сыр сүлейлерінің алтын тірегі, бүкіл қазақ алаш елінің алтын жүрегіне айналған қасиетті Қармақшы топырағында әз Наурыз мерекесі келіп жатыр. Бәріңізді әз Наурыз мерекесімен құттықтаймыз. Сонымен қатар жыр өнерінің шебері Әділхан Қуанбаев аймақ басшысы Нұрлыбек Нәлібаевқа арнауын арнап, ел ағасына ерекше құрмет көрсетті. Мәшбек ұлы көркейтіп жатыр елді жандандырып, айналған еңбеккерлер аты аңызға, ақсақалдар қабыл болсын батаңызда. Мерекелік жиында сөз алған облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев барша қармақшылықтарды ұлыстың ұлы күнімен құттықтап, облыстың әлеуметтік экономикалық даму барысына тоқталды. Аймақ басшысы халықты ынтымақ пен бірлікке үндеп, жаңа маусымда барлық бастамаларға сәттілік тіледі. Жақсы істі бастап, өскелең жасқа жол көрсеткен, сырдан Сарыарқаға дейінгі
Алтайдан Атырауға дейінгі ұлан байтақ даламызды ақ тілектермен көмкөріп, ақ дастархан жайып, ақ жолтай жақсылықты тілеп, бабаларымыз ұрпағына ақ батасын берген. Жақсылықтың, оң өзгерістердің, игістердің, жаңару мен жаңғырудың символына айналған әз Наурыз байтақ елімізге, туған жеріміз сыр еліне ырыс несібесі мен берекесін ала келгей. Салтанатты шарада Қармақшы ауданының дамуына ерекше үлес қосқан бір қатар белсенді азамат облыс әкімінің алғыс хатымен марапатталды. Облыс әкімінің алғыс хатымен көп балалы ана аурухана медбикесі Каримова Ағираш Арыстанқызы марапатталады. Өз кезегінде парламент сенатының депутаты Руслан Рүстемов те көпшілікті мерекемен құттықтап, ел игілігі жолындағы бірлескен жұмыс жалғасын табатынын жеткізді. Осы жерде айта кету керек, мына сыр өңірінде жасалып жатқан жұмыстар мемлекет басшысының сеніміне ие болып, халықтың аманатына адал атқарып жүрген аймақ басшысы Нұрлыбек Машбекұлының күн түн қатпай ерен еңбегі, ерік жігер күші, осы сарп ете жұмсап жатқан бүкіл кәсіби біліктілігі, тәжірибесі деп айтуға болады. Оған толық негіз бар. Ұлттық болмысты ұлықтаған бірлік пен жаңарудың бастауы болған Наурыз мейрамы Қармақшы жұртшылығы үшін ерекше көңіл күй мен рухани серпіліс сыйлаған тағылымды той болды. Мерекелік шара аясында Қармақшы ауданының әкімі Жандос Еркінбекұлы орталық алаңда тігілген әрбір киіз үйге арнайы кіріп, аудан тұрғындар мен емен жарқын жүздесті. Ұлттық нақышта безендірілген ақшаңқан киіз үйлерді аралау барысында аудан басшысы көпшілікке жылы лебізін білдіріп, Наурыз мейрамымен құттықтады. Дәстүрлі сән-салтанатпен өткен Наурыз дастарханының басында ел ақсақалдармен, ауыл ардагерлермен және жастармен тілдесті. Ол өз сөзінде Наурыз тек көктемнің емес, рухтың жаңғыруы, ұлт болмысының жаңару кезеңі екенін айтып, халықты бірлікке, еңбекке және татулыққа шақырды. Аудан әкімі әрбір киіз үйдегі ұлттық өнер туындылары мен қолдан жасалған бұйымдарға жоғары баға беріп, ата-бабадан қалған асыл мұраларымызды жас ұрпаққа жеткізудің маңыздылығына тоқталды. Сонымен қатар аудан жұртшылығының ынтымақ пен татулықты ту етіп, ел дамуына сүбелі үлес қосып келе жатқан ерекше атап өтті. Аудан тұрғындары да өз кезегінде Наурыз мерекесіне арналған кең көлемдегі шаралар үшін алғыстарын білдіріп, Жандос Еркінбекұлына ізгі тілектерін арнады. Саламатсыздар ма, құрметті қармақшылықтар. Бүгін ауданымызда Наурыз мерекесі тойланып жатыр. Наурыз мерекесі жылдың басы, жақсылықтың нышаны, көктемнің мерекесі. Көктемнің мерекесінде жақсы көңіл күй мен аудан тұрғындары халқы жақсы тойлануда. Мерекеміз жылда Наурыз мерекесі тойлана берсін, осындай деңгейде өте тамаша көңіл күйде өтіп жатыр. Ауызбіршілік халыққа амандық, тыныштық, бейбітшілік заман тілеймін. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамы Қармақшы ауданда ұлттық салт дәстүр мен мәдениеттің, татулық пен бірліктің шынайы мерекесіне айналды. Елдің ынтымағы артып, ұлттық құндылықтар кеңінен ұлықталған бұл күн халқымыздың тамыры терең тарихынан сыр шертетін, ұрпақ санасына рухани серпін сыйлайтын тағылымды той болды. Көктемнің жаңаруымен бірге ел жаңғырып, халықтың жүрегінде үміт пен сенім оты маздады. Берекелі бастамаларға толы бұл мереке барша жұртқа шаттық сыйлап, ынтымақ пен ырысты еселей түсті. Олжас Дәует, Нұрдәулет Шадымұрат, Серікбай Сүлейменов, Қызылорда қоғамдық телеарнасы, Қармақшы ауданынан.